Достар, сіздер менің арнама әдейілеп кірмегендеріңізді білем. Енді көріп бастадыңыздар, аяғына дейін шыдаңыздар енді. Бұл DJI Mavic Mini 2 жаңадан шыққан квадрокоптердің үлгісі. Кішкентай болса да 4К форматында видеоға түсіреді. Және мен басында ойлаған, бұл квадрокоптер желіге қарсы шалмайды деп. Шын мәнінде Нұр-Сұлтан қаласында жел қатты, оны астаналықтар жақсы түсінеді. Бірақ бұл коптер оған да төтеп бере алды. Мен комбосына тапсырыс бердім. Бұл енді 350 мың теңге бағасы. Оның ішінде квадрокоптердің өзі және джойстигі, сонымен қатар басты артықшылығы осы зарядтағыш қорап. 3 батарейкасы бар ішінде. Әр қайсы 30 минутқа жетеді, 90 минут. 30 минут бойы біткенше дейін коптерді ұшырып қажеті жоқ, өйткені ол сенімсіз болуы әбден мүмкін. Сөйтіп өзіңіздің квадрокоптеріңізға зақым келтіріп алуыңыз да әбден мүмкін. Бұл енді аса қатты қиын жұмыс деп айта алмаймын, сіздерге өте оңай. Алдымен сіз телефоныңызға DJI деген программаны жазып алыңыз. Оның ішінде осы коптермен байланыс орнатасыз. Ары қарай автопилотты басып, калибровкасы бар, калибровкасын жасайсыздар. Одан кейін нұсқаулықтарына сүйеніп автопилотты басасыздар. Одан кейін коптеріңізға қанат бітеді. Бұл жерде айтарлықтай қиындығы жоқ деп тұрмын ғой. Басты 4 батырма бар. Ол мына 2 джойстик, жоғары төмен, оңға солға, үстіге астыға, және мұны жерде төмен қарай қарау, жоғары қарай қарау, пуск және пауза. Осы 4 батырма бар, негізгі осыларды қолданасыз. Ары қарай бұны қолмен де ұшыруға болады, қолға да қондыруға да болады, қолмен ұшыруға да болады. Ол үшін міне ұшырған кезде ақырында осы екі жақтауынан ұстайсыздар да автопилотты басып тұрасыздар. Ары қарай мінекей ұша жөнеледі. Қондырғанда дәл солай. Алақаныңызды коптердің астына тосасыз, одан кейін төменге қарай батырманы басасыз. Болды, коптер алақаныңызға қонады. Кеңес берерім, бұл жерде 3 режим бар. Кино режимі және қалыпты режим, спорт режимі. Қалыпты режим мен кино режимін ғана пайдалануға кеңес беремін. Алғашында спорт режимді пайдаланып аяқ қойыңыз, өйткені сіз әлі қолыңыз жаттықпаса коптеріңізді зақымдап алуыңыз әбден мүмкін. Міне қазір біз ботаникалық парктың айналасына ұшырып көреміз. Сондықтан ең басты талап қасыңызда ешқандай кедергілер болмауы керек. Осындай ашық алаңдарда жаттығып үйреніңіз. Әйтпесе қаланың ішінде сонымен қатар радар деген нәрсе бар. Мысалы Нұр-Сұлтан қаласында Ақорда және Қазмедиа орталығы, КТЖ, сол сияқты стратегиялық маңызды аймақтарда глушитель және радарлар орнатылған. Сіздер барып жақын түсірем деп коптеріңізден айырылып қалуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан мұны да ескеріңіз. Мен басында қалай үйрендім? Коптерді сатып алдым, бірақ менің тәжірибем мүлдем болған жоқ. Одан кейін достарыма хабарластым, маған үйретіп жүрші деп. Олардың қолы әдеттегідей бос болмады. Біреулерінде тапсырыс бар, біреулерінде жұмысы деген сияқты. Мен оларды қашанға дейін күтемін. Ақыры өз қолыма коптерді, джойстикті алып, YouTube-тан осындай сабақтарды көрдім. Әрине оның арасынан қазақ тілінде сабақ таба алмадым. Егер сіз қазақ тіліндегі сабақтарды қолдаймын десеңіз, менің арнама тіркеліп, өзіңіздің пікіріңізді білдіріңіз. Содан кейін қалаға шығып үйреніп алдым. Аса қатты қиындығы жоқ деп айтып тұрмын ғой. Және де бастысы сіздің назарыңызда болу керек бұл коптерші. Әйтпесе басында айдаған кезде коптер алысқа кетіп, сіз телефоныңыздан түрлі кедергілерді байқамай қалуыңыз әбден мүмкін. Сымдар, мысалы күнмен шағылысқанда шығып, коптеріңізға зақымдап алуыңыз ғажап емес. Сондықтан өзіңіздің көз алдында жүретіндей жерде жаттығып, емін-еркін үйреніп алыңыз. Асықпаңыз коптерді профессионалды айдауға. Бастысы күнделікті үзбей жаттығу жасаңыз. Айтпақшы, сіздер жалғыз жолаушы YouTube арнасындасыздар. Мен 3 аптадан кейін Қамысқаладан Баутиноға сапар шегем. Бұл жерде 4600 шақырым қашықтық енді. Сол жолда жаяу жүріп өтем. Бұл жерде адамдарды, табиғатты көрсетем. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Дәл қазір арнаға тіркеліп, жүрек бар ғой, соны басып қойыңыздар. Менің Instagram парақшам осы. Оған да жазылып қойыңыз. Енді қызық болса әрине. Қызық болмаса жазылмай қойыңыз. Ендеше сіздермен болған санат, жақсы адамдардың санатында бол. Рахмет.